Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы робототехника бөлімінің робот түрлері және оларды қолдану тақырыбы. Оқу мақсаты робот анықтамасын тұжырымдау, роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз робот анықтамасы және түрлері, роботтарды қолдану салалары. Енді оқушылар ойланайық, робот дегенді қалай түсінесің? Роботты адамдар не үшін пайдаланады? Роботтар туралы сөз болғанда көз алдымызға адам тәрізді әрекет, адам тәрізді қимыл жасайтын темірден құрастырылған машина елестейтіні белгілі. Робот сөзін алғаш рет чех жазушысы Карл Чапек 1920 жылы енгізген. Робот чехтың роботы немесе робот сөзінен шыққан еріксіз еңбек ету деген мағынаны береді. Сонымен робот дегеніміз не? Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын автоматтандырылған, адамның қажетіне қарай еңбек етуге бағытталған құрылғы. Роботтар кез келген пішінде және кез келген режимде жұмыс істей алады. Мысалы, бізге таныс кір жуғыш машина, микротолқынды пеш, теледидар арнасын ауыстыратын пульт, тоңазытқыш, компьютерлер тағы басқа автоматтандырылған құрылғылардың барлығын роботтар деуге болады. Бұлар адамдардың жұмысын жеңілдетуге көмекші құрал ретінде ойластырылған заманауи құрылғылар. Роботтар атқаратын қызметіне қарай бірнеше түрге бөлінеді. Өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық және білім беру роботтары. Өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін пайдаланады. Сонымен қатар роботтар қауіпті өнеркәсіп орындарында, адам қатынауы қиын жерлерде, жоғары немесе төмен температура жағдайларында, жоғары радиациялы атом электр станцияларында қолданады. Көліктік роботтар ғарышқа ұшатын роботтар. Адамның қатысуынсыз өнеркәсіпте бұйымды тиеу және түсіру қызметтерін автоматты түрде орындайтын көліктер. Жүргізушісіз қалаған жағына апарып тастайтын робот машиналар. Тұрмыстық роботтарға үй шаруасындағы автоматтандырылған құрылғылар жатады. Медициналық роботтар медициналық қызметкерлер мен хирургтерге емдеу шараларына көмектесу үшін қолданылады. Адам денсаулығына диагностика жасайтын аппараттарды да медициналық роботтар деп атаймыз. Білім беру роботтарына Lego Mindstorms EV3, Arduino сияқты конструкторлар мен электронды құрылғылар жатады. 2006 жылдың мамыр айында медицина саласында алғаш рет Италияда роботтар адамдардың қатысуынсыз ота жасаған. Ота жасау сәтті аяқталған. Енді оқушылар сұрақтарға жауап берейік. Робот дегеніміз не? Робот адамның іс-әрекетін алмастыратын автоматтандырылған құрылғы. Келесі сұрақ, роботтардың қандай түрлерін білесіңдер? Өнеркәсіптік, көліктік, тұрмыстық, медициналық және білім беру роботтары бар. Келесі сұрақ, өнеркәсіптік роботтар не үшін қажет? Біз өнеркәсіптік роботтарды фабрикаларда, зауыттарда жұмыстың өнімділігін арттыру үшін қолданады екенбіз. Тұрмыстық роботтарға қандай техникаларды жатқызуға болады? Бізге таныс күнделікті пайдаланып жүрген кір жуғыш машина, микротолқынды пеш, пульт, тоңазытқыштарды жатқызуға болады екен. Мінекей оқушылар, бүгінгі сабағымызда робот туралы, роботтың түрлері, олардың қолдану салалары туралы білдік. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.